Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы мінез-құлықтың рефлекстік сипаты. Оқу мақсаты: рефлекс ұғымын және рефлекстің түрлерін түсіндіру. Жүйке жүйесі адам мен жануарлар организмінің қоршаған ортаға бейімделуін реттейтін жүйе. Ерте ғасырларда ғалымдар мидың адам мен жануарлардың мінез-құлқының басқару мүшесі болып табылатыны туралы ой айтқан. Рефлекс бұл ағзаның рецепторлардың тежелуіне ессіз жауап реакциясы. Кез келген тітіркендіргіш ағзаның кері жауап қайтаруын тудырады. Мысалы, ыстық затты қолымыздан бірден тартып аламыз. Бұл реакция рефлекс деп аталады. Рефлекс болу үшін жүйке импульсі тітіркендіргішке сезу мүшесінің эффектор мүшеге өтуі тиіс. Жүйке импульсінің рецепторлардан эффекторға өтетін ара қашықтығын рефлекторлық доға деп атайды. Рефлекс туралы түсінікті ең алғаш рет ұсынған француз философы Декарт. Бұл ілім орыс ғалымдары Сеченев пен Павлов одан әрі дамытты. Рефлекс шартты және шартсыз болады. Шартсыз рефлекстер туа пайда болады, тұқым қуалайды, тұрақты болады. Сеченев адам организмінің саналы және санасыз іс-әрекетінің барлық актілері бұл рефлекс деп айтқан болатын. Сендер жүйке жүйесі жұмысының рефлексті қағидалары туралы білесіңдер. Едәуір қарапайым рефлекстер туа пайда болған немесе шартсыз рефлекске жатады. Шартсыз рефлекстер ортаның шексіз өзгеру жағдайында организмнің бейімделуін қамтамасыз етеді. Басқаша айтқанда, бұл организмнің белгілі бір сыртқы тітіркендіргішке тұрақты реакциясы. Бір түрге жататын жануарлардың барлығы сол түрге тән шартсыз рефлекстер жиынтығына ие. Сондықтан шартсыз рефлекстер жануарлардың мінез-құлқының түрлік белгісіне жатады. Мінез-құлықтың күрделі формасы инстинкттер. Ол бірінен кейін бірі келетін, бір-бірімен ретті байланысқан рефлекстік реакциялардың тізбегі болып табылады. Жаңа туған сәбиде ең қарапайым шартсыз рефлекстер байқалады. Бұл кезде едәуір маңыздысы ему рефлексі. Ол шартсыз тағамдық рефлекс. Осы уақытта қорғаныс рефлекстері жақсы байқалады. Көзді жыпылықтату, жарыққа көз қарашығының тарылуы. Келесі бізде шартты рефлекс. Жеке ағзаның тіршілік ету барысында пайда болады, тұқым қуаламайды, тұрақты емес. Шынайы өмір әртүрлі өзгерістерден тұрады. Олар қайталануы және жаңадан пайда болуы мүмкін. Тек шартсыз рефлекстердің көмегімен сыртқы әлемнің өзгерістеріне бейімделуі мүмкін емес. Бұл дегеніміз шартсыз рефлекстер арқылы көрініс беретін ата-бабамыздың тәжірибесі жеткізіліксіз болып шығады. Бұдан басқа өзіндік жеке тәжірибе қажет. Мұндай рефлекстер шартты рефлекстер деген атқа ие болды. Және оларды ең бірінші болып орыс ғалымы Павлов сипаттап берді. Шартты рефлекстерге адам өзінің өмір сүру барысында ие болады. Шартты рефлекс түзілген кезде талдағыштар мен шартсыз рефлекстер орталығы арасында уақытша байланыс орнайды. Енді осы шартсыз рефлекс кәдімгі тітіркендіргіш әсерінен емес, жаңа сыртқы сигналдар әсерінен жүзеге асады. Бұрын біз көңіл бөлмеген бұл тітіркену енді біз үшін тіршілікке қажетті маңызды сипатқа ие болды. Өмір сүру барысында көптеген шартты рефлекстер пайда болады. Олар тек сол адамға тән. Тұқым қуалау арқылы балаларына берілмейді. Олар біздің өмірлік тәжірибеміздің негізінен құрайды. Мысалы, анасы сәбиі туылғаннан кейін біраз уақыттан соң оны бөтелке мен қосымша тамақтандыра бастайды. Сәбидің емізгісі бар бөтелкеге шартты рефлексі тез қалыптасады. Бастапқыда бөтелкеге ешқандай реакция тудырмайды. Бірақ сәби еміздік арқылы қоспаның тәтті дәмін алғаннан соң келесі жолы оның дәмінсіз ақ бөтелкені көргенде
қуанатын болады. Кейін бұл рефлекс те өшеді. Өйткені сәби үстелге отырып қасықпен жеуге, яғни рефлекстің жаңа түріне ие болады. Шартты рефлекстердің тежелуі. Егер шартты тітіркендіргіш үнемі шартсызбен бекітілетін болса, шартты рефлексте берік болады. Ал егер шартты тітіркендіргіш бірнеше рет бекімей қалса, онда жауап реакциясы әлсірейді, сосын тежеледі. Бұл кезде шартты рефлекс жойылып кетпейді. Үзілістен соң тәжірибені қайталаса, ол қайта қалпына келеді. Мына тапсырмаға назар аударамыз. Шартты және шартсыз рефлекстер берілген. Айырмашылықтарын талдап, кестені дәптерге сызып толтырамыз. Назарларыңызға рахмет.